Хей, достар! Барлықтарыңа сәлем. Сендермен тағы да аяулым апайларың. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз адам қаңқасының маңызы. Яғни біздегі негізгі қарастыратын тақырыбымыз сүйектің байланысуы мен микро және макро сүйектер екінші және үшінші сабақтарға бөлінген. Біз қазір екінші сабақпен танысатын боламыз, яғни макро және микро сүйектермен танысамыз. Бастаймыз онда. Біздегі адам қаңқасының сүйектеріне тоқталсақ, жалпы адам қаңқасына тоқталсақ, ең бірінші адам қаңқасының маңызы. Қаңқа адамның тірек қимыл жүйесі негізгі бөлігі. Ол біздің ағзамызға пішін береді, тірек қимыл болған соң ол бізге пішін береді және қозғалуға қатысады. Сурет бізде қозғалуға қатысады. Ішкі мүшелерді қорғап тұрады. Мысалға, менің кеудемді, басымды, барлығын осы қаңқа бізде қорғап тұрады. Жалпы қызық ақпарат, адам қаңқасы 200-ден астам сүйектен тұрады. Біз оны білеміз, өтіп жатырмыз. Келесі қарастыратын затымыз, ақпаратымыз, ол бізде сүйектің макроскопиялық құрылысына келеміз. Сүйектің макроскопиялық құрылысы, яғни макроскопиялық дегеніміз не? Макро дегеніміз білеміз үлкен заттар, көзге көрінетін. Макро дегеннің негізгі түбірін алып қарасаңыздар, ол үлкен дегенді білдіреді. Оның құрылысы өзі бізде 2-ге, яғни өзінің ішінен 4-ке бөлінеді. Қазір жеке-жеке талдап, сүйектің сыртқы жағы. Ол немен қапталады? Оны сүйектің сыртын қаптайтын заты периост деп атаймыз. Ол жаңағы біздің сүйегіміздің сыртын зақымданбау үшін қаптап тұрады. Ал ол сүйектің ішкі жағында ішкі қабаттары болады. Ол тығыз орналасады. Ішкі қабат ол бізде тығыз орналасады. Ол бізде тығыз орналасып, сүйектің беріктігін қамтамасыз етіп отырады. Үшінші сүйекті заттардан тұрады. Сүйекті жеңіл әрі серпінді етеді. Жеңіл әрі серпінді дегеніміз не деген сөз? Бұл дегеніміз біздің қозғалуға көмектеседі дегенді білдіреді. Және ішінде сүйек кемігі орналасады. Сүйек кемігі біз қазір келесі слайдтарда тоқталатын боламыз. Келесі, сүйек кемігі бізде микроскопиялық құрылыс. Микро дегеніміз енді өзінің мынау түбіріне келіп қарасақ, тағы да достар, бұл деген кішкентай дегенді білдіреді. Бұның мазмұнына келетін болсақ, бұл сүйек ұлпасы остеоциттердің негізгі жасушалары. Бұл жаңағы микро дегеніміз, ол кішкентай заттарды айтатын болғандықтан жасушаға тоқталады. Ол остеобласттардан, сүйек жасушаларын түзетін және остеокласттардан, ескі сүйекті бұзушылардан тұрады. Бізде остеобласттардан дегеніміз сүйек жасушаларын түзеді. Мысалға, менің қолым сынып қалатын болса, осы остеобласттар арқылы жаңадан бір жасуша түзіледі. Бұны остеобласт жасушасы десек, ал остеокласт дегеніміз ескі сүйекті бұзушылар. Жаңағы сынған қол ол бізде уже ескі жасушаға кетіп тұр. Сүйектің ішінде габарит арналары орналасқан. Олар арқылы қан тамырлары мен жүйкелер өтеді. Бұның, яғни мен айтатыным, микро дегенде жаңағы кішкентай іштегі құрылыстарға тоқталып жатыр. Келесі, сүйектің кемігі. Келесі тоқталатынымыз сүйектің кемігі. Сүйектің кемігі ол бізде қызыл сүйек кемігі деген болады. Қызыл сүйек кемігі қан жасушаларын түзеді бізде. Жаңа мен айттым ғой, макроскопиялықта сүйек кемігі дегенге тоқталмай кеткен болатынмын. Ал қазір сол сүйек кемігіне жеке тоқталатын болсақ, ол бізде қызыл сүйек кемігінен сонымен қатар
сары сүйек кемігінен тұрады. Қызыл сүйек кемігі қан жасушалардан тұрады. Өйткені жалпы қызыл дегеннен ақ білуімізге болады, ол қан жасушалардан тұрады. Ал сары сүйек кемігі май ұлпасынан тұрады. Энергия қоры ретінде қызмет етеді. Адам баласы қозғалады, дұрыс па? Адам баласы қозғалу үшін оған не керек? Осы энергия қоры керек. Сол энергия қоры ол қайда тұрады? Май ұлпасынан тұрады. Ал олар бізде сары сүйек кемігінде жиналады. Келесі қызыл кемік жалпақ. Біздің жалпақ сүйектерімізге өзіміз логикалық тұрғыда ойлап қарасақ, жалпақ сүйектерге жамбас, төс, қабырға жатады, иә? Ал сары кемік сүйектерге ұзын сүйектердің ішінде орналасады. Ұзын сүйек дегенді біз қалай айтамыз? Мысалға, қолымыз, мына жерде қолымыз, аяғымыз кіреді. Қолымыз, аяғымыз, тағы да басқа ұзын сүйектер бар, енді оны бәрін айтып отырып керек емес. Осындай ұзын сүйектеріміз бар. Оның бәрі жаңағы сары сүйек кемігіне кіреді екен. Келесі бізде микроскопияның негізгі құрылыстары, оған тоқталдық. Енді жалпы бүгінгі сүйектердің негізгі құрылысына былай тоқтала кететін болсақ, микроскопия сүйекті негізі біз нешеге бөлдік? Екіге бөлдік. Микро және макро деп бөлдік. Микро және макро. Сол микро-макроны біз толығымен қарастырдық, дұрыс қой? Микрода не орналасады, макрода не орналасады, қандай заттармен орналасатынын таныдық. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе осы екі затпен таныстық. Ал келесі сабағымызда бұл сүйектер тек енді орналасып болған құрылыстарын ғана айтпаймыз ғой. Енді олар ары қаратай бір-бірімен байланысты орналастыру керек. Бір-бірімен қалай байланысты олар, не арқылы байланысты? Осының бәрін келесі үшінші сабағымда түсіндіретін боламын. Мынау екінші сабақ. Келесі кездескенше, достар, сау болыңдар.